Ассалаумағалейкум, армысыздар. Сөз қадырын өз қадырым деп білетін, мәдениетін мәңгілік ту еткен, салт дәстүрін сармайдай сақтаған арда қазақтың көзқарақты ұл-қыздары. Санаға сәуленің аса құрметті көрермендері. Біз өткен бірнеше шығарылымдарымызда ұлттың ең негізгі құндылығы мәдениеті туралы айта келіп, оның ішінде қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, яғни мәңгілік мәдени мұра екендігі туралы біраз ой өрбіткен едік. Енді бүгін соның жалғасы ретінде керемет бір дүниетанымдық мақаланы, сараптаманы назарларыңызға ұсынатын боламыз. Белгілі жазушы, этнограф, тарихшы ағамыз Баяхмет Жұмабайұлының қаламынан туған Күмбірлеген күй сыры атты мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Әрине, жаратушы жаратқандақ дүниеде артық құбылыстар жоқ екендігі рас. Бәрі бір-бірімен үйлесімді, өзара белгілі қарым-қатынаста тұратын астарлы формалармен тұтасқан жүйелердің жиынтығы екендігі хақ. Ендеше біз қолға алып отырған күй өнері де дәл сондай табиғат және тіршілік әлеміндегі адамзаттың жан дүниесімен қауышқан ғажайып гармонияға ие. Сөз тек күй жөнінде бізден бұрын ата-бабамызда күй өнерін тектен-тек киелі өнер санамаса керек. Сондықтан домбырада немесе сыбызғыда орындалатын күй дыбыстық тілсіз тіл. Ол бай мазмұнды, әсем ырғақты, жан тебірентетін дыбыс толқыны болып, өмір құбылысымен қолдасып, табиғат болмыстарын бойына тоқи, идеялық мазмұны қою, шығу тегі бар, зарлы, мұңлы, ойнақы, қуанышты, қоңыр үнді, сыршыл, сыңғырлы, сағынышты, сазды, тәтті, сарынды, ұғымы жеңіл, құрылымы қысқа, көркем тақырып талғамынан туған. Былайша айтқанда, асқақ сезім толқыны бар, халықтың тарихтан бері күрес дүбірі жеңіс туынан желбіреген асқақтығынан тыс, қам-қуыт табиғат дүниесі мен жануарлар дүниесінің сымбатты сындарынан, қозғалыс қимылынан сабақталып жеткен ата-бабаларымыздың эстетикалық сезім шежіресі. Осы арманшыл сезіммен мәуелі махаббатына жалғанған, тарихқа таңба болып қалған ұлттық бояуы қою күй жазу архивсіз өткен өкінішті мол ғасырлардан бері өр сезім ұлы мұратты күй композиторлары арқылы тарих етіп қалдырып, басып өссе де, жақсы шежіре тәтті күй тартым дәннің кәусар нәрін ұрпақтарына емшек сүтімен бірге емізіп, атадан балаға мұра ретінде қалтырып, қолдан қолға, домбырадан домбыраға жалғап, саусақтар арасынан сығымдап, өздерінің тарих алдындағы меншікті борышын атқарып бізге жеткізіп кетті. Сол қатпары мол ғасырдың қуанышы мен жұбанышын, қасіретті кегімен мұң зарын бізге жеткізіп отырған күй атаулыға зер сала білсек, сол дәуірдің ондағы өмір шындығының архиві, шежіресі деуге болады. Бұлай деуімізге бірден себеп күй авторлары мен оның кешірмелеріне жарай туындаған күйлердің тегі мен зарлы күйлерінің дәуіріне қарай сарындары аңғартады. Себебі әрқайсы күйге назар сала білсеңіз, халықтың басынан өткен арпалыс күндерінің көрінісін, мылтық үнін, қан майданды көз алдыңа келсе, бір бөлімі халықтың типтік хикаяларынан бет ашады. Тағы бір бөлімі қайсы бір дәуірде жоқшылық жондап жүрегі мұздаған аш-арықтың мұңы болып жетсе, бір бөлімі таңға жайып табиғат талғаммен тілдесіп, көктемнің гүл біткенді өбіп, алтын жапырақты аққайың, күміс жапырақты тал теректер сылдырлап, өзеннің гүрілі, тасбұлақтың сыңғыры, құс қанатының зуылы, махаббат зарығының ашты лебізі, қуанышты күлкінің құмары, алуан гүлмен көмкерілген өрсі малға, қойнауы құтқа толған шат-шадыман думанды өмір бақшасындағы тіршілік көріністер бейнеленсе, тағы бір бөлімнен өзекті өртеп тұрған теңсіздік пен әділетсіздік, өктем тұрған ескі дүниенің өкініш құсасын аңғартса,
Кейде алып ұшқан асқақ ниеті ашық кеудеге сонау белестен қол бұлғап, өмірдің өткелек жолын анықтап нұсқап, сол нұсқаған жолына ізгілік пен адамгершілік, бірлік ынтымақтың сорағын салып, алдағы бақыт сапарына аяғынан алып аттандырып отырады. Ал кей күйлерде озбырлық пен әділетсіз, адамгершіліксіздікке қарсы ашу ызаның ағөркөш толқыны болып арындайды. Ал тағы бір бөлімі жауына сатиралық мысқыл боратып өткір қанжар болып жатса, және бір бөлімінде білім ғылымға талпынған ізгі ниетті аңғартады. Ендеше осындай алуан түрлі құбылыстарды, тарих тартысын бізге жеткізіп жатқан бір құдіретті энциклопедиялық шығарманың сандығы сыбызғыға салынып, домбырамен шертілген күй жайынан толығымен сөз қозғасақ, өз алдына бір төбе. Қысқартып айтқанда, күй форма жағынан төкпе күй, шертпе күй, терме күй, соқпа күй, тақпақ күй, кеңес күй, толғау күй болып бөлінеді. Ал туындау жағынан ұласпалы және бір шертпе күй, яғни тоғыспалы, симфониялы күй болып, бәрі де басталу, даму, шарықтау, шешілу сынды сюжеті анық, мазмұны бай, құрылымы шымыр орналасқан шығарма екендігіне халық күйлері куә болады. Бұл жөнінде арғысы Қорқыт, Асан ата күйлерінен дәлел табамыз. Бертінгі Байжігіттің қара жорға күйін шертуде қара жорғаның майданға шығуы, елдің жорғаға таңырқап қарауы, жорғаның тайпалып жорғалауы деп бөліп шертсе, мынау 1931 жылы өр Алтай аталатын Шіңгілдің Шаған өңірінде Өргірейдің 4 тәйішісінің бірі Жапардың асы болғанда, Шақабай Шалаптың тұқымы болған дауылпаз күйші Ырымбайдың қартайып қалған шағы болса да, арнаулы адам жіберіп ас қалдыртады. Ағырпек балапандай болып мәлкілдеп отырған Ырымбайды асқа келіп қолына домбырасын ұстатқан заман, әлгіндегі рұқсыз күйден серпіліп жанары күлміңдеп, бәйгі атынша тыпыршып домбырасын қағып жіберіп, орныға отырып, толғау күйін соңқылдата шертіп барып, ауыр күрсінеді де, бәйгеге көп шабылған жүйрік едім, қартайғанда бір серпіліп көрейін деп күйін бастап кетеді. Ырымбай әрбір шерткен күйінің аңыздарын айта отырып шерткенде, тамам ел сілтідей тынып, ұй тыңдай, күнді таңға жалғаған екен. Арада көптің ішінде отырған Бұратай, Қалел, Құлый, Ноғайбай, Боранбай бастаған ел ағалары бұл асқа тоғанағы толық келіп, астың давыралы өтуіне тілеулестік білдіріп, өздері де күміс көмей әнші, жезтаңдай шешен, суырып салмақын, бармағынан бал тамған күйші, сыбызғышыларын ерте келген еді. Ырымбайдың мына өнерін көргенде оған тәнті болғаны сонша таңдай қағып тамсанды. Шағын ғана аршадан жасатқан домбыраның бетіне, етінен арылған салалы саусақтарын еркін ойнатқанда, он саусақтың құдіретімен бүкіл ғаламды домбыра шанағына сыйғызып, алуан сарын аңғарта, күй нөсерін бұрқыратып отырған күйші өзі шерткен күйлерінің оқиғасын баяндай келіп, ақсақ аю күйін, аңшының аюға шыққаны, аюдың қарағай ішінде бейғам кетіп бара жатқаны, оқ тиген аюдың ақсақтап қашқаны, аңшының қуғаны, аңшының аюды атып алып қуанышпен қайтқаны деп шертсе, қаз күйін, яғни жалғыз қаз күйін, қос қаздың су бетінде еркін жүзіп жүргені, мергеннің атқаны, сыңарынан айырылған жалғыз қаздың ақсақтап қашқаны, жалғыз қалған қаздың зары деп бөліп шерткенде, төр алдында күй сарынына мас болып жатқан құтты қонақтың бірі. Ау, ақсақал, өнердің құдіретін, күйдің тілін сенен ғана оғып тұрғандаймын. Десе де сұрайын дегенім, сіз шерткен күйдің бәрі тізбекті ғой. Басқалар күй шертсе күмбірлетіп өте шығады, сонда бұл қалай болғаны? Дегенде Ырымбай, деп ыңырси отырып, орынды сұрақ, осынау ерен қабырға боғда Алтай сауырға мәлім, Жайыр Салықбай деген данагөй өнер атаулының жілігін шағып майын ішкен адам болған. Деп бір тоқтап алдындағы қымыздан сіміре жұтып алып, марқұм қасиетіңе бас. Жайлау, төлдеу, отар қыстау деп шошаңдамай,
тау бөктеріндегі қыстауындағы тас қоран іргелей тіккен 40 шоқ бұт киіз үйінде отырып, жер жаһанды біліп отыратын адам еді. Киіз үйінің керегесінің 3-ші көзіне дейін қи басып, өзі де сарғидың үстіне аю терісін салып алып, соның үстінде кеудесін жапқан сарғуаң тартқан сақалын саумалап, құлағына іліп қойған ұзын мұртын реттеп қойып, балақай, домбыраңды қолың ал, демесі бар ма? Мен дірілдеп қалшылдап домбырамен болғанда ақсақал іргесіндегі үлкендігі қой терісіндей төңірегі желініп, дөңгеленіп қалған сарғуаң тартқан кітабын парақтап көз жүгіртіп отырды да, әлден уақытта, «Жә, бала», деді. Мен өзім не шертіп, не қойғанымды білмей есім шығып отырғандықтан, ақсақалдың үніне селт етіп оқыс қараған едім. Қария, «Бері қара бала», деді де, «Күй деген өзің сияқты бұйымтайыңды ұғындырып айтып, мақсатыңа жетектеп жеткізетін тәрізді ұғынықты болады. Сен әзір шерткенің зауза күй екенін біліп отырмын. Зауза күйі қыздың өңділігі, жүріс-тұрысы, сыпайгерлігі бозбаланы ғашық етіп отырмай ма? Сондықтан соның бәрін тыңдаушы түсін алатын болу керек. Құр күңгір күй болмайды. Дегенде ұялғаным сонша, барлық күй солай ма дегенді қалай айтқанымды өзім аңғармай қалдым. Әлбетте ұғынықты болуы керек, деді кәрия. Абыз қарттың сол сөзі мәңгі есімде қалды. Ойласам тым орынды. Әрине күй тілемес пе, ол әлде нені айтып тыңдарманына жеткізбек. Расында барлық күй солай дізбекті оқиғалы болуы керек екендігін білдім, деді кәрия. Кәрия орнынан қозғалақтап орнығып отырып алып, сұрақ қоюшыға қадала қарап, санаңа қайсысы сіңімді болса, соны тыңдап ләззат ала алсаң болғаны, деді паңдана. Әрине сіздің шерткен күйіңіз ұнайды, шертеді ақсақал, деген еді отырғандарда дүркірей. Шертіңіз, ары қарай шерте түсіңіз, деп туласып кетті. Бұл мысалды айтып отырған себебім жоғарыда ырымбай шерткен күйлер ғана ұласпалы тізбекті болады дегенім емес, жалпы күй солай болу керек екенін дәлелдеу. Ендеше толқынды толқын қуып келе жатқан өмір ағысына назар аударсақ, жәйірдің ізін басқан мұрагері ырымбай болса, ал ырымбайды көре қалған мұндағы көнекөздердің недеріне назар аударайық. Бір кезде мұнда Шақабай шалап күйінің авторы Шалап, Алаяқ аттың жүрісі күйінің иесі Аспандияр, Төрт жаяу күйінің иесі Наубел, Ертіс толқыны күйінің иесі Мұқабала, Әттең әлем күйінің иесі 1916-1940 жылдар ғұмыр кешкен Сайып Қалелұлы, Әттең күйін шығарған 1894-1960 жылдар ғұмыр кешкен Шынайхан және 1940 жылдар 58 жасында дүние салған Шыбышшер Әнуар және 1970 жылдарда дүниеден өткен Рахил апай. 1908 жылдар дүниеден көшкен Ыбырай күйінің иесі Ыбырай. 1960 жылдар ғұмырдан озған Шыңырау күйінің иесі Абдай Молдақанұлы және Ертай, Қабыл, Тайкен, тағы басқа көптеген күйшілер өтсе, осы күйшілердің ізбасары болып, олардың кейісінен домбыра үйреніп, кейбірінің күйлерін солардың өздерінен үйреніп қалған аға аталарымыздан Айдарқан Нәққасенұлы, Рәпқат Нығыменұлы, Тайыншабай Байгелеңұлы, Қабдай Рабайұлы, Сетерқан Мұрсанұлы, Шаймардан Құсайын, Мағай Тәйебайұлы, Игібай Сақабаұлы, Белет Игібайұлы, тағы басқа күйшілер сол ұстаздардың тәліміне сай, қазақ күйлері көбінесе оқиғалы әрі ұласпалы болып келеді. Ал төкпе күйлер мен кеңес күйлерде оқиға аз кезігетінін, бұл екі мазмұндағы күйлер жалпы қазақ күйлерінің аз мөлшерін ғана ұстаса, ал оқиғалы, тізбелі күйлер, төрт түлік мал, аң-құстардың қимылымен байланса келген күйлер, адамдардың жан дүниесінің ішкі сырын бейнелеу арқылы
халық күйлерінің басым санын ұстаса, бір мұнша күйлер табиғатпен байланысып жататынын баяндайды. Сондықтан әрбір күйді шертуші күйдің шығу тарихын айта отырғанда барып, бүгінгі жалпы әдеби жасампаздықтың басталу, шарықтау, шиеленісу, ақырласу барысы болатыны сияқты, күйде сол тәртіппен жүйеленетінін ерекше ескертіп отырғанын байқаймыз. Ал халқымыздың күйлерінің ішінде бөгенай бөлек айтыс күйі деген күйлер кезігеді. Бұлар бейне айтыс ақындар сияқты күйді сол майданда суырып салып жауап беріп отырады. Мұнда бір күйші енді бір күйшіні арнайы іздеп барып, домбыра тілімен танысып, немесе бұйымтайын домбыра тілімен жеткізеді. Мұндайда әріптесі домбыра тілінен оның кім, не жұмыспен келгендігін біледі де, өзі де домбыра тілімен жауап береді. Сөйтіп таныстық, махаббат, достық, құрмет, сый-сияпат басталады. Мұндайда кейде күнді таңға жалғаған күй айтысы басталады. Бұл жөнінде Еркежанның қызбен айтысы, Қойгелдінің қыздан жеңілуі, тағы басқа қыры бар күй айтыстары дәлел болады. Мысалы, Еркежан бір үйдің сыртынан өтіп бара жатып күмбірлеген күй даусына кідіре қалады. Айызды күй дыбысының жетегімен үйге енсе күй шертіп отырған қыз домбырасын тоқтата қойып, бейсауат адамға сәлем беріп алып күйін жалғастыра береді. Сонда қыздың шерткен күйін тыңдап отырған Еркежан қыздың қайдан жүрген середің деп шерткен күйіне жауап беруге домбыра кезегін алып, күйің жетектеп әкелді деген жауапты күй тілімен қайтарады. Ендігі жерде қыз кезегін алып, жолың болсын Мырзеке деп шертсе, Еркежан кеткім келмей қалған-ай деп жауап береді. Осы аралықта үйге тыстан енген қыздың әкесі домбыраны қолына алып, тоқтатыңдар айтысты, құдіреттің күштісі деп айтысты тоқтатқан екен. Міне осындағы айтыс күйлер адамдардың бір-біріне тіл қатып тұрғанындай қысқа-қысқа қайырмамен ақырласады. Мұндай күйдің тіл екенін баяндайтын тарихтағы кет бұғаның Шыңғыс ханға ұлы жошының өлімін естіртуі. Бөкен жарғақ күйіндегі қызға ағасының өлімін естіртуі. Тағы басқа нағыз дәлел. Мұндағы шарт күйшінің қарсыласы шертілген күй тілін ұғып, өзі де жауап бере алатын қабілетке ие болуы шарт. Ал бұдан басқа күй бәсекесі деген болады. Бұнда екі күйші бірінің шерткен күйін белгілі жерге келгенде екінші күйші жалғастырып кетуі керек. Бұл сен білген күйді мен де білемін деген сияқты жастарды күй бәсекесі арқылы дарынын ұштап, ары қарай өнерге ынталандыра түсу мақсатындағы бәсеке жарыс болмақ. Байқаған боларсыз, халқымыз дыңғырлатқанның бәрін күй санамаған, күй өнерін өте биік талғаммен сезіне білген, күйдің құрылымы мен көркемдік тазалығын биік деңгейде қажет еткен. Мысалы, сүгір қайда жүрсе де жан қалтасынан немесе арнаулы дорбаға тиек толтырып алып жүреді екен. Бұнысы барған жерде шертетін әрбір күйін арнаған тиегі болады деседі. Тиекпен домбыраның құлақ күйін барынша теңшеп барып күй шертетін болған. Ал Құрманғазы күй шерткенде алдына келген домбыра жақпаса күй шертуден бас тартқан. Сондықтан да қашанда өз домбырасын бірге алып жүріп шерткен күйінің айызымен бірге теңселіп, қимыл жасап, құйрығымен жорғалап бірде төрде, бірде есік көзіне дейін жылжып қызына шертетіні айтылады. Бұдан домбырасының құлағына көбелек қонған күйшінің ақорданы күймен тербетіп, әлемді күй шанағына сыйғызған күй құдіреті арқылы аспандағы аққуды көлге қондырып, көлдегі қоңыр қазға үн бітіріп, бұлбұл торғайды күй сазына елітетін нағыз күй өнері деген осы екенін білуге болар еді. Осыған қарап кәнігі ұрылардың күй сазына мастанып ұрлығын естен шығарып қолды болуы көкірегінде көгал үйрек дарған нағыз күйшінің күй құдіретінің арам пиғылды да есеңгіретіп тастауы әрі оның жан дүниесінде күй сезіне білетін қасиеттің барлығы еді. Иә, аңыз ба әлде ақиқат па? Асан ата мен Қорқыт бабаның бірі етіп баяндалатын күй құдіретімен пері қыздарын ашық аспан, сүт сәулелі ай сәулесінің астында ақ күміс меруерт маржан шашылғандай ақ құмда пері қыздарын билетіп сайран салдырғаны осы біз айтқан күйші мен күй құдіретінің деңгейінен хабар таптыратындай. Сондықтан да біздің халқымыз күйден жеріп күй құдіретін сезіне білмейтін жандарды сиырдың құлағына домбыра шерткенмен бірдей деп түйіндейтіні де осыдан. Оқыған диктор Жұмабек Әлімханұлы. Құрметті тыңдармандар, осы бір мәйекті мақаланы
жан жаққа өздеріңіз отырған топтарға бөлісіп таратып қоюды ұмытпағайсыздар. Және Санаға Сәуле каналына тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып пікір қалдырғайсыздар. Қолдау сіздерден, қызмет ету бізден.